Бауырлар, енді бүгінгі тема миск. Мешітке жиі барып тұрғаннан кейін ақиларым айтады да, ақи сенде қандай миск дейді даші маған. Айтшы қандай парфюм дейді. Сол кезде мен айтам, Oud Elite Шаджан деймін. Бұл сатылымда өкінішке орай менде жоқ, яғни бұл қымбат мисктарға жатады. Мен алдында сіздерге көрсеткен мисктар, олар арзан болған, бір 2000-3000. И қызығы, мен жұмыста отырып осын жағымын деп құлатып алғансың ғой, ойлашы, құлатып алғансың ғой. Мынаны қарасай, мына шишаны сындырып, мынаның бәрі төгіліп, не болды ал? Сорлы болдым да қалдым ше, осында четкий мисктан айырылып. И то тем более, осы хадияға берілген миск қой. Енді иісін айтатын болсам, жігіттер, но білмеймін. Блин, но мына жақта яғни древесный иіс, көбінесе древесный иіс. Менің ойымша, Ajmal Amberwood бар ғой, Ajmal Amberwood парфюмына өте ұқсас. Керемет енді иісі. Кім миск ұнатады, кім жұма намазға жиі апта сайын барып тұрады, соларға арналған миск ғой мынау. Обязательно осыны қарап көріңдер деп қоям ғой, айтпақшы, мен соңғысын жуып алып кетіппін ғой хадияға. Енді мен мысалы таза уттың иісін жақсы көремін, өте жақсы көремін. Сол үшін Oud Cambodia мен Arabian Oud'тан қолданғанымды көрген болсаңыздар, таңғалмаңыздар жазда. Өйткені мен просто өзім үшін өйстіп жағып қойып, иіскей беретінім бар да. Сол үшін, егер де біреуді тұншықтырған болсам, жұма намаздарда бір важный встречаларда кешірім сұраймын. Бұл менің жаман қылығым десе де болады.